Эгерде барлық мүшелерімізде, жасушаларымызда қандың айналымы төмендесе, онда ацидоз дамиды. Ағзамызда, терімізде, ішіміздегі барлық мүшелерімізде қышқылдық пен сілтілік тепе-теңдігінен қышқылдыққа қарай ығысу басталады. Осы процестерді нашарлататын дене қимылдығы аздығы. Адамдың денесінің қимылдығы азайса, лимфа жүйесінің де жұмыс істеуі азайып қалады. Лимфа жүйесі күнделікті шығатын шлак токсиндерді шығара алмай қалады жеткілікті мөлшерде. Осылайша лимфа жүйесінде шлак токсиндер патогенді зиянды микрофлора жиналып, түрлі ауруларды тудырады. Жоғарыда айтылып кеткен күнделікті көп мөлшерде денсаулыққа пайдалы емес тамақтар мен сусындарды тұтыну, экологияның, ауаның нашарлауы, осының барлығының нәтижесінде адамдарда түрлі созылмалы аурулар дамиды. Төменгі немесе жоғарғы қан қысымы, артрит, артроз, сахарный диабет, онкология, грыжа, остеохондроз, немесе бүйректен, жатырдың төмен түсіп кетуі, еркек пен әйелдердің бедеулігі, простатит, глаукома. Ары қаратай барлық осы сияқты аурулар көп айта берсе. Адам аурумен ауырған кезде жеңіл немесе ауыр түрі болсын, әрқашанда қайта-қайта кездесе беретін 4 бұзушылықтар пайда болады. Біріншісі бұл қандың циркуляциясы, қан айналымы бұзылады. Қан тамырларында қан айналымы және көптеген ұсақ капиллярларда микроциркуляция бұзылады. Бұл екінші бұзушылықты шақырады. Қандың қышқылдық пен сілтілік тепе-теңдігін реттеуі бұзылады. Қандың қышқылдық пен сілтілік тепе-теңдігін реттеуі бұзылса, түрлі аурулар туады. Бұл үшінші бұзушылыққа әкеледі. Иннервация, рефлекс бұзылады. Орталық жүйке жүйесінің сигнал импульстар арқылы жасушалармен, мүшелермен байланысы азаяды. Осыдан кейін төртіншісі адамдың иммунитеті бұзылады, иммунитеті төмендейді. Осы 4 бұзушылықтардың барлығын қалпына келтіру үшін, емделіп кету үшін медициналық микросфералардан жасалынған бұйымдарды үнемі қолданатын болсаңыз, жұмсақ әрі ең дұрыс ем аласыз. Адамдарды қоршаған ортаның зиянынан қорғайтын киім. Денсаулығыңыз мықты болады, белсенді боласыз, жас көрінесіз, әрі өмір жасыңыз ұзақ болады. Және әрине сіз бұған қосымша жоғары қуатты, табиғи, өндірілмеген, сапалы тамақ өнімдері мен сусындарды тұтынуыңыз керексіз. Бұндай тамақ өнімдері қандың құрамы мен сапасын дұрыс болуға ықпал етеді. Егер де осы физиотерапиялық медициналық микросфералардан жасалынған бұйымдарды сатып алғыңыз келсе, онда маған WhatsApp-қа жазыңыздар. 8 702 28 28 401 Алмас. Кеңес өкіметінің ғалымы академикі дұрыс айтқан екен, Амосов деген. Дәрігерлер ауруды емдейді, ал денсаулықты біз өзіміз табуымыз керекпіз депті. Достар, маған пайдалы роликтерді жасағанға өте көп уақыт кетеді. Егер де осы бейнедегі көрген, естіген ақпарат сіздерге пайдалы болса, онда аямай лайктарыңызды қойыңыздар. Менің Алмас Дүкенбайұлы деген арнама жазылыңыздар. Ұмытпай қоңыраушаны басыңыздар. Достарыңызға, жақындарыңызға, таныстарыңызға осы бейнероликті таратып жіберуді ұмытпаңыздар. Және микросфералардан жасалынған керемет бұйымдарды алуды ұмытпаңыздар. Бұл бұйымдар көптеген жылдар бойы тәжірибеде сыналған. Пікірлеріңіз болса комментарияға қалдырыңыздар. Міндетті түрде мен де жауап беремін. Ұмытпаңыздар достар, сіздердің денсаулықтарыңыз тек қана сіздердің қолдарыңызда. Сау болыңыздар, келесі кездескенше.